Бүгін біз 2024 жылы шыққан супер боевик «Цепной пес» деген керемет киноны қысқаша айтып өтеміз. Достар, жалпы фильмнің мағынасы өте зор. Барлығымыз аяғына дейін көрейік. Ондай болса кеттік. Кино басында шіркеуді көреміз. Басты кейіпкеріміз Лорено деген жігіт кіреді. Сосын олардың сенім бойынша Святой Отец деген шалға барады. Мен өте ауыр күнә жасап қойдым. Менің күнәм кешіріледі ме дейді. Әлгі Святой болса, я кешіріледі. Айта қой, не нәрсе сені мазалап жүр дейді. Лорено өзінің адам өлтірген айтады. Алғашқы адам өлтіруді 14 жасымда бастадым дейді. Енді айтшы, күнәһарлар өмір бақи тозақта жанамы деп сұрайды. Святой Отец болса, я жанады, мен оған сенем деп қалады. Лорено сонда әлгі қарап, ендеше неге сен солай жасадың деп айтып қалады. Ол қолында тұрған жанар жағар маймен алып, Святой Отецтің кабинетіне шаша бастайды. Одан кейін оның есігін сыртынан құлыптап тастайды да, от тұтатып, Святой Отецті жағып жібереді. Ол жетпегендей қаруымен бірнеше рет атады. Біраз уақыттан кейін Лорено Таиланд жақта бір тапсырысқа бара жатады. Оны Сетан деген шал қарсы алады. Бұрынғы дос еді. Бұл жерде қазір тұрамын. Қала өмірі шаршатты дейді. Жер үй деген тамаша ғой деп қояды. Содан кейін Сетан Лореноға тапсырысты айта бастайды. Қысқасы 60 жастағы бір бай шал болады. Таиландтағы сұлу қызбен жүреді. Кенет оны өлі күйде тауып алады. Полиция қызметкерлері болса, шалдың қабатты үйден құлап кеткен айтады. Алайда оны біреу әдейі қылтимадан итерген сияқты дейді. Біраз уақыттан кейін бұл қыз белгілі бір бандитпен жүргенін біліп алдық. Тар деген бандит кісі дейді. Бәрі одан қорқады. Өте қауіпті адам деп қалады. Енді Лореноға осы тармен жас қызды тауып алу миссиясы жүктеледі. Тапсырысты беріп жатқан әлгі шалдың қызы екен. Осылайша Лорено өзіне таксист досты тауып алады. Бұл жігіт Лореноға қала жайлы бүкіл ақпаратты айтады. Лорено өзіне қонақ үйден бөлме жалдайды. Содан кейін қаланың көшесіне шығып кетеді. Басқа жақта бір шалды тар қинап жатыр екен. Қол қоясың ба, құжатқа қоймайсың ба дейді. Әлгісі қол қоймаймын деп қырсығады. Оған мыналар әлгі шалды жаман қинай бастайды. Ақыры шал келіседі. Кейін тар өзінің жігіттерімен көлікпен кетіп бара жатады. Көлік тоқтап, ішінен сол 60 жастағы мерт болған шалдың аруы шығады. Лорено болса кешкі мейрамханаға барып, сол жақтан мына аруды байқап қалады. Өзінің қалтасындағы суреттерге қарап, сол қыз екені көз жетеді. Біраз уақыттан соң бұл қыз әрең тәлтіректеп шығады. Сонда Лорено таксимен келіп, мына қызбен танысады. Жүр менімен, сен апарып тастайын дейді. Қыз болса, маған ешқайда баруға болмайды. Тарды білесің бе деп қояды. Оған Лорено, ешкім білмейді, ешкімге айтпаймын деп қояды. Сен маған ұнап тұрсың, кеттік дейді. Олар жүріп кеткенде олардың артынан тардың бір адамы мотомен ере бастайды. Лорено болса қызды жаңаға өзінің қонақ үйіне апарады. Сосын Лорено жуынатын жаққа кеткенде бұл қыз Лореноның суреттерін көріп болады. Менің суретім сенде не істеп жүр? Сен кімсің дей бастайды. Лорено болса одан сұрақ алмақшы болады, бірақ осы кезде тардың адамы келіп қалады. Лорено онымен төбелесіп кетеді. Қыз болса қашып кетеді. Лорено осы кезде әлгі дәу жігітпен төбелесіп, біраз төбелескеннен кейін ақыры Лорено оны жеңеді. Сосын тез арада бұл жерден қашып кетеді. Тура сол кезде полиция қызметкерлері келе қояды. Келесі күні жаңағы такси жігіт Лореноға бір бөлме береді. Осы жерде уақытша демала тұр деп қалады. Тар болса, әлгі қызды отырғызып қойып сұраққа тартады. Кім мен болдың? Неге онда менің суретім болды деп қалады. Бұл қыз енді ештеңе білмейді ғой. Тар болса өзінің көмекші адамына қарап, Бижан жауап берді ме дейді. Бижан дегені әлгі дәу адам еді. Содан тар ашуланады. Мені іздеп жүрген болса керек, келсін көрейік дейді. Бірден бұл қызды ертіп алып, тардың көмекшісі бірнеше жігіттермен Лорено болған қонақ үй жаққа келеді. Маңайдан бәрін сұрастыра бастайды. Бір кезде бір балақайды байқап қалады. Әлгі балақай бандиттарды көріп қаша кетеді. Бірақ бұлар жетіп келеді. Балақайдың атасы бар екен. Бандиттар болса, түнде не болды? Соны айтып берші. Кімді көрдің? Сол кезде біз сіздерге тиіспейміз дейді. Балақай шошып таксистің суретін көрсетеді. Бандиттардың ішінде біреуі таксист таниды екен. Мен оны білемін, қайда тұратынын да білемін деп қалады. Лорено болса түнге қарай таксист досын ертіп алып Пол деген шалға барады. Кезіндегі Сетанның досы еді. Жас кезінде Сетан, Лорено, Пол үшеуі бірге жүрген.
Содан осы тар туралы сұрайды. Маған бұл жігітті тауып бере аласың ба деп суретін көрсетеді. Пол болса, шамам келгенше көмектесуге тырысамын дейді. Пол өзі төбелес ұйымдастырады екен. Такси жігіт болса, Лореноны қонақ үйге дейін шығарып салады да өзі үйіне кетеді. Содан такси жігіт үйіне барса, бандиттар оның әжесін өлтіріп тастапты. Біраздан кейін бандиттар пайда болады. Такси жігіт бұлармен төбелесіп кетеді, алайда олар өте көп еді. Ақыры такси жігітті талдырып алып кетеді. Біраздан кейін Тар такси жігітті қинай бастайды. Американдық жігіт туралы айт дейді. Бірақ такси жігіт айтпай тұрып алады. Бұлар болса әлгінің саусақтарын кесіп қинайды. Жігіт талып қалады. Бір кезде бейне қоңыраумен Лорено байланысқа шығады. Таксистің телефонын мыналар алады. Тар болса айғайлай бастайды. Немене, мені іздеп жүрсің бе? Сенің досың қазір өледі дейді. Лорено болса, дайындал, мен сені өлтіремін дейді. Тар ашуланып мына жігітті суға лақтыра салыңдар деп жігіттерге бұйрық береді. Шамал уақыттан кейін жігіттер оның денесін суға лақтыра салады. Алайда такси жігіт тірі еді. Бандиттар кеткесін ол судан шығып бірден қонақ үйде жатқан Лореноға барады. Олар менің әжемді өлтірді. Бандиттар өте көп еді дейді. Сонда Лорено, демек олар қазір сені аңдып келген шығар. Тез кету керек шығар дейді. Шынымен солай. Олар қонақ үйден шықсымен бандиттар ағып жетіп келіпті. Лорено олармен атыса кетеді. Бірнешеуін атып құлатқан соң олар көлікке мініп қашып кетеді. Бірден Полдың үйіне көмекке келеді. Такси жігіт жаралы, дәрігер керек дейді. Пол бірден өзінің жеке дәрігерін шақыртады. Осы кезде Пол Лореномен жеке сөйлеседі. Жақсы жаңалық бар, сенің клиентіңді таптым. Жақында төбелес болады. Сонда ол да келеді. Төбелес біткеннен кейін жұмысыңды істесең болады дейді. Артынан енді қараса дәрігер таксистке барынша көмектеспекші, бірақ ол көз жұмады. Келесі күні Лорено жағдайдың сондай қиын болып кеткенін түсініп, досы Сетанды шақырады. Сетан енді ашулы. Мен ешқашанда осы сасық қалаға келмеймін деп өзіме сөз беріп едім. Енді қайтадан келіп тұрмын. Оған сен кінәлісің дейді. Лорено болса, мен кінәлім деп қалады. Сетан осы кезде өзінің кезіндегі жасаған қателіктерін еске алады. Пол выстроил их и спросил, как сильно не любят сына. Лорено одан енді көмек сұрау үшін шақырған екен. Түнге қарай Лорено мен Сетан Полға келеді. Пол айта бастайды. Қала шетінде ешкім білмейтін жерде төбелес ұйымдастырамын. Ол жерге Тар да келеді. Ол көп ақшасын салу үшін келеді. Менің сіздерге өтінішім бар. Төбелес біткеннен кейін жасаңыздарсыз бәрін дейді. Миссияға шықпас бұрын Лорено мен Сетан қаруларын шығарып дайындала бастайды. Осы кезде төбелес бітіп жатқан кез еді. Тар болса Полға қарап, төбелес жақсы болды. Енді көңіл көтереміз дейді. Пол сонда, мен ондайға кәрі едім. Сол себепті үйге бара берейін дейді. Лорено мен Сетан екеуі Полдың берген мекен жайы бойынша барып еді. Бірақ ол жерде ешқандай да төбелес жоқ. Керісінше тұзақ тұр. Тардың дайындап қойған адамдар екен. Пол болса бұларды сатып кеткен. Лорено мен Сетан екеуі бұл жігіттермен атыса кетеді. Осы арада Сетан жарақаттанып оқ алады. Лорено болса бұлардың бәрін өз жеңіп шығады. Жолда Лорено бір кемпірді көріп қалып төбелес туралы сұрайды. Сонда кемпір, төбелес баяғыда бітті дейді. Бұлар екеуі бірден Пол деп қалады. Енді қашайын десе тағы да адамдар қаптап кетіпті. Сетан өлейін деп жатып Лореноға өтініш айтады. Оңбаған Полды атып таста дейді. Я убью его. Ол қызыл көлікке мініп алып бандиттарға қарсы жүреді. Бандиттар қарумен ата бастайды, көлік жарылып, Сетан мерт болады. Біраздан кейін Тардың көмекшісі келіп, жаңалық айтады. Екеуі мерт болды, жұмыс жасалды дейді. Тар қуанып қалады. Қасындағы қыз айтады. Пол болса өзінің үйінде рахаттанып жүргенде Лорено келеді. Оңбаған ит екенсің дейді. Қазір сен мені Тарға апарасың. Одан кейін сен де өлесің дейді. Бұлар жолда кетіп бара жатады. Сосын Пол тоқтап, осы жерде Тар демалады дейді. Бір кезде ол Лореноны атып тастамақшы болады, бірақ Лорено оны өлтіріп тастайды. Одан кейін ол Тардың демалып жатқан жеріне келеді. Аяқ астынан Лореноны Тардың көмекшісі ұра бастайды. Екеуі төбелесіп кетеді, бірақ ақырында Лорено оны жеңіп шығады. Беті қан болып бандиттар отырған жерге келеді. Әлгілер үндемей қалады. Сонда Лорено, қазір тез арада Тардың қайда екенін айтыңдар. Әйтпесе барлықтарыңның көздерін құртам дейді. Бір жігіт айтып береді. Бірақ артынан олар өздерінше қаруларын шығармақшы болады. Сонда Лорено бұларды атып түсіреді.
Үстіңгі жақта Тар қыздарымен отырады. Лорено келеді. Тар ашулана бастайды. Не керек өз саған дейді. Лорено оны атып тастайды да, одан кейін қасындағы қызды да атып тастайды. Үшінші қызға тиіспей кетіп қалады. Келесі күні Лорено Сетаның үйінің қасында ағаш жарып жатады. Бір кезде тапсырыс берген қыз келеді. Ол Лореноға ақша келіпті. Екеуі үйге кіреді. Лорено болса қызға қарап, сен қалай қорқпай келдің? Мен сияқты адамнан қорқу керек дейді. Қыз болса, сіз жақсы адам сияқты көріндіңіз. Жаратушымыз бізді қорғайды ғой дейді. Әңгіме сол дін туралы болып кетеді. Сонда Лорено, сен шынымен соған сенесің бе дейді. Қазір мен саған 1 минут уақыт беремін. Егер сені жаратушы қорғаса, онда мен саған тиіспеймін. Ал егер қорғамаса, сен өлесің деп қалады. Осылайша Лорено сағатында секундомер қосып қояды. Мына қыз болса, шошып жылай бастайды. 1 минут уақыт өтеді. Біраздан кейін Лорено өз жалғыз орманның ішінде кетіп бара жатады. Кенет оны біреу қарумен атып түсіреді. Тәкаппарланғаны үшін киноның соңын әдемі жасапты. Осылайша кино аяқталады.